Бейімбет Майлин көшесі елорданың оңтүстік шығысында Алматы ауданында орналасқан. Тәуелсіздік даңғылынан басталып, Абылайхан даңғылында аяқталады. Қаныш Сәтпаев көшесін Мағжан Жұмабаев даңғылын қиып өтеді. Ұзындығы 3246,2 метр. Бейімбет Майлин қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі. Бейімбет поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Бейімбет Майлиннің дарыны оның прозалық шығармаларында айрықша жарқырап көрінген. Оның әңгімелері өмір шындығын дөп басып көрсететін реалистік тегеурінімен, көркемдік биік өресімен, тақырыбының әр алуандығымен дараланады. Бейімбет Майлин 15-ке тарта повест, роман, 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы. Бейімбет Майлин көшесі мен Абылайхан даңғылының қиылысында үміт томотерапия мен ядерлік медицина орталығы бар. Бұл орталық елімізде онкологиялық ауруларды емдеу үшін әлемдегі ең заманауи әдіс томотерапияны алғаш қолданатын еліміздегі обырды емдеу медициналық орталығы. Бейімбет Майлин көшесінің бойында Алматы ауданының халыққа қызмет көрсету орталығы, Нұр-Сұлтан қаласының білім басқармасына қарасты қоғамдық тамақтану және сервис колледжі, жайлы сауда орталығы орналасқан.